тақырыбында бір қызық есеп талдайтын боламыз. Бұл есепте не дейді? Бұл есепте бізге цилиндр берілген. Яғни ең басында тыныштықта тұр. Массасы m1, радиусы r, және бұл тегіс жазықтықта. Яғни үйкеліс жоқ бұл жерде. Яғни үйкеліс жоқ. Айтады, осы жақта бізде оқ бар. Массасы m2 және жылдамдығы v. Осылай горизонталь ұшып кетеді де, мына цилиндрдің ішіне кіріп кетеді екен. Яғни h биіктікте міне. Мынаның биіктігі бізде h екен. Яғни центрден h биіктікте осындай үш жерде қалып қояды. Одан кейін не істейді? Біздің мына соққымыз серпімсіз дейді. Яғни серпімсіз соққы. Серпімсіз. Серпімсіз деген ішінде қалып қояды деген сөз. Яғни серпімді болса, ол ішінен өтіп ары қарай шығып кететін еді. Бірақ бұл жерде ол ішінде қалып қояды. m2-нің массасы m1-ге қарағанда өте кішкентай дейді. Яғни ескермеуге болады сонда. Бізге айтады, осы цилиндрдің қандай жылдамдығын тап дейді? Бұрыштық жылдамдығын және қандай ілгерілмелі қозғалыстағы жылдамдығын тап дейді. Яғни v2-ні тап дейді бізге. Осындай. Бұндай шығару үшін бірінші не істейміз? Бірінші біз импульсын сақталу заңын жазамыз. Иә, ол үшін бұлар. Яғни p1 тең p2. p1 дегеніміз не? Ол дейінгі импульс. Ол қандай? Бұл жерде тек қана оқтың импульсы бар, иә. Сәйкесінше m2 көбейтілген v. Ол бізде қандай импульс? Бұл бізде дейінгі импульс. Енді кейінгі импульс қандай? Кейін бізде ол массалар қосылады сәйкесінше. Неге? Себебі олар оқ ішінде қалып қояды. Бұл жерде v2 дейік. Ол бізде кейінгі импульс. Енді екеуін теңестіретін боламыз. Екеуін теңестірсек, бізде m2 v тең m1 қосылған m2 көбейтілген v2 екен. Енді осы жерден v2-ні табатын болсақ, бізде ол m2 v m1 қосылған m2. Осындай жауап шықты бізде. Бірақ қарасақ, бізде айтады, бұл жерде не дейді? m2 өте кішкентай m1-ге қарағанда. Сол үшін біз m2-ні жазбасақ болады бұл жерде. m2 жоғарында тұра берсін. Астында біз оның үлесі өте аз болғандықтан біз жай ғана не дейміз? m1 деп жазады екенбіз. Сонда біздің соңғы жауабымыз осылай болады екен. m2 көбейтілген v не болады? Бөлінген m1. Бұл осындай импульсті сақтау заңымен шығады. Енді бізге бұрыштық жылдамдығын табу үшін кішкене мына h дейтін шаманы есепке алу керек. Олай қалай істейміз? Бірінші басында мынадай дүние бар. Яғни бұл бізде жай ғана импульс қой. Бұл қандай жағдайда жұмыс істейді? Бұл ілгерілмелі қозғалыста жұмыс істейді. Ілгерілмелі. Яғни ілгерілмеліден қалай? Мысалы, біздің мына басындағы дискіміз осылай тұрды ғой. Енді ол осылай қозғалады. Ілгерілмеліден осы. Яғни ол айналмалы қозғалысты қарастырмайды мына формула. Айналмалы қозғалысты қарастыратын ол басқа бізде формула бар. Сондықтан сол формуланы біз қолданатын боламыз. Бұл тек қана ілгерілмелі қозғалыс үшін қарастырады. Енді айналмалы қозғалыс үшін бізде не бар? Бізде айналмалы қозғалыс үшін айналмалы. Дәл осындай моменттің несі бар? Бұрыштық момент бар. Бұрыштық момент, ол да дәл осындай сақталады. Бірақ бұл жерде бізде L1 тең L2 дейміз. Бұрыштық момент. Оның кішігірім формуласын жазып кетсек, L тең бізде осы импульс, импульс көбейтілген не? Какой-то бір радиус, осындай радиус. Қандай да бір радиус. Немесе толық формасын жазатын болсақ, ол бізде былай болады. M, V, R деген бір қарағаштық. Центрден қарағанда қарағаштық. Көбейтілген синус. Осындай бізде формула. Бұл бізде негізгі формуласы. Енді қарайды. Бізде басында мынау оқтың L1. Несі болды өзіндік бұрыштық импульсі болды. Оны біз қалай жазамыз? Оны былай жазамыз. L1 тең M2 жылдамдығы V мына формула бойынша. Және қарайық, ол центрден қандай қашықтықта жатыр? Яғни h қашықтықта жатыр. Сондықтан біз h дейміз. Енді синус тета неге тең? Қарасақ, бұл жерде арасындағы градус ол синус тета деген нені білдіреді? Тета бұл жерде осы жылдамдық және арасындағы бұрыш. Осы арасында бұрышты білдіреді. Ал мына жерде қарасақ, енді не болады? Мына жерде бізде тета қанша дейді? Мәнін айтатын болсақ,
ол бізде 90 градус. Неге? Ол былай. Бізде цилиндр болсын. Бізде оқ былай келе жатыр. Траекториясы, жылдамдығын траекториясы осындай. Жылдамдықтың бағыты осындай. Мынау бізде H. Яғни осы емес. Енді екеуіне қарасақ, арақашықтық арасында бұрыш қандай? Бізде 90 градус. 90 градус. Сәйкесінше мына жер бізде не болады? Синус 90 болады екен. Иә? Өшіріп тастайын. Енді L2 ше. L2 қандай шамаға тең? Біз L1 жаздық. L2 деген ол біздің оғымыз мына жаққа кіргеннен кейінгі қандай бұрыштық импульс. Ол бізде L2. Оның сәйкесінше формуласы бұл жерде айналмалы қозғалыс болған себепті инерция моменті көбейтілген бұрыштық жылдамдық. Егер біз мына формуланы ашатын болсақ, инерция моменті бізде қандай? Яғни бұл цилиндр үшін ол бізде m1 радиус квадрат бөлінген 2. Яғни бұл цилиндр үшін көбейтілген омега. Мына бізде негізгі қандай формулалар білу керек формула. Мына бізде цилиндрдің формуласы, яғни цилиндрдің инерция моменті, мына бізде омега жылдамдығы. Енді көрейік, осы жерден біз екеуін теңестіреміз, сәйкесінше. M2 в H тең M1 радиустың квадраты бөлінген 2 көбейтілген омега 2. Енді бұл жерден қысқаратын шама жоқ. Омега дейміз, бірден 2 M2 в H бөлінген M1 радиустың квадраты. Бізде осындай бір тамаша формула шықты. Бұл бізде бұрышты жылдамдық үшін керек формула екен. Жауабын белгілейтін болса осылай. Міне біздің есебіміз шықты. Яғни бұл есепте жай ғана нені білу керек? Бұл мына импульстің сақтау заңы жай ғана ілгерілмелі, яғни осындай түзу сызық үшін ғана қолданылады. Ал айналмалы қозғалыс үшін бізде мынадай жаңа формула қолдану керек. Көбейтілген қашықтық. Яғни импульс көбейтілген қашықтық. Біз оны осылай толықтай ашамыз. Негізінде бұл былай болу керек. Енді бұл жерде бұл осындай кросс өнімі, кросс продукт болу керек. Ол форма негізінде былай ашылады. Немесе оны былай айтсақ та болады. Бірде былай жазып кетсек те болады. L осындай деген сияқты. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Осы есеп шықты. Жақсы, көріскенше күн жақсы.